Давай. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық қатысушылар. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 96 бабының ережелеріне сәйкес солтүстік және оңтүстік қарамұрын кен орындарында 2025-2026 жылдарға арналған блоктар жайласу қоршаған ортаны қорғау бөлімі жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылды. 2021 жылғы 3 тамызда нөмірі 286 бұйрықпен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын 21 тармағын басып қала отырып, мен Біләл Қуаныш Шераханұлы, жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде бүгінгі тыңдауларға төраға ретінде қатысып отырмын, төрағасы боламын. Тыңдаулар төрағаның құқықтарын ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Бұл ретте қағидалардың барлық талаптарын сақтай отырып, белсенді қатысуларыңызды сұраймын. Қоғамдық тыңдауды өткізу үшін бізге қатысушылар арасынан хатшыны таңдау қажет. Осыған байланысты РУ-6 компаниясының құрылыс бөлімінің басшысы Үсен Айдосты ұсынамын. Қарсы, қалыс, қолдайтындар барлығы сол дейсіз. Қабылданды. Сонымен көпшілік дауыспен Үсен Айдос бүгінгі қоғам таңдауларының қатысушы ретінде таңдап алынды. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдарға өкілдері Zoom конференциясы арқылы қатысуда. Сонымен қатар, қоғамдық тыңдаулардың өтісу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар регламентін сіздің назарыңызға жеткіземін. Сіздердің барлықтарыңыз назарыңызға жеткіземін. Мысалға, қоғамдық тыңдауға қатысуға тіркеуді ол уақытша тіркелді бәрі. Енді қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті баяндама 15 минут регламент. Сұрақтар мен жауаптар 5-10 минуттан беріледі регламент. Сосын артынан қорытынды жасаймыз. Қарсы, қалыс, ешкім жоқ, бәрі қолдайсыздар ода. Онда бәрі қарсылықсыз қолдайды деп есептейміз. Енді мынау бүгінгі неміз біздің қоғамдық тыңдауымыз бейне және фототүсірілім жүргізіп отыр. Баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтар қоюларыңызға барлықтарыңызға болады. Сұрақтарыңыз қоймас бұрын өзіңіз таныстырыңыздар және өкілдік ететін ұйымның атауын, лауазымыңыздың атауын сұраймыз. Ондай болса, баяндама өшек сөз кезегі қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші өкілі баяндамашы Бекеева Ағетке Орынбекқызына беріледі. Жұмыстың бас жобалаушысы Қазинжен тапсырыс беруші РУ-6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сонымен қатар солтүстік қарамұрын кен орындарында ситуациялық картасы және объектіні орналастыру ауданының схемасы көрсетілген. Одан кейінгі слайдта оңтүстік қарамұрын кен орнының ситуациялық картасы, яғни объектіні орналастыру ауданының схемасы көрсетілген. 6-шы слайдта қызметкерлермен және жұмыс режимі туралы. Құрылыс алаңында 30 адам жұмыс жасайды, жобаланған жұмыстардың ұзақтығы 2 жыл. 7-ші слайдта құрылыс жұмыстары кезінде жұмыс жобасының атмосфералық ауаға әсерін бағалау. 2025-2026 жылдары құрылыс жұмыстары кезеңінде 13 стационарлық көздер анықталды, оның 3-і ұйымдастырылған және 12-сі ұйымдастырылмаған. Олар атмосфераның ластану деңгейін талдау құрылыс кезеңінде жердегі концентрациялар атмосфераның ауаның стандартты сапа критерийлерінен төмен мәндерге ие болатын және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрациядан аз болатындығын көрсетті. 8-ші және 9-ші слайдтарда 2025-2026 жылдарда құрылыс кезеңінде ластауыш заттардың шығындылары пайызбен көрсетілген, яғни құрылыс жұмыстары жүргізу кезінде атмосфераға ластауыш заттардың шығындылары халықтың денсаулығына айтарлықтай әсер етпейді. Аумақтың санитарлық-эпидемиологиялық жағдайы өзгермейді. Атмосфералық ауаға әсер ету рұқсат етілгенде бағаланады және
ластаушы заттардың шығындылары уақытша тек құрылыс монтаждау жұмысы кезеңінде жобаланатын жұмыс учаскесінің аумағына таратылады. Тұрғындық аймақ жұмыстар жүргізілетін учаскелерден алыс орналастырылған. Одан кейінгі слайдта құрылыс кезеңінде суды тұтыну және суды бұру, сумен жабдықтау. Жобаланатын объект үшін ауыз су қажеттілігіне құрылыс кезінде сумен жабдықтау көзі әкелінетін бөтелкедегі сумен, техникалық қажеттіліктер үшін арнайы компаниялармен шарттық негізде әкелінетін сумен, яғни автоцистерналармен жүзеге асырылады. Белгіленген қызметті жүргізу кезінде сумен жабдықтау орталық су құбырынан шарттық негізде жүзеге асырылатын болады. Және екінші, құрылыс кезеңінде су ресурстарын қорғау жөнінде мынандай шаралар көзделеді. Бірінші, техникалық жарамды машиналар мен механизмдерді қолдану, суды бұру тек биодәретханалардан жүзеге асыру, су объектісінде қоқыспен және құрылыс материалдарын тастауды болдырмау, жаяу жүргінші көпірлер мен су өткізгіш құбырлардың өткізу қабілеттілігінің су ағынының максималды ағынына сәйкестігі, сонымен қатар іргелес аумақтың жол бойындағы белдеудің қажетті санитарлық жағдайын сақтау және су объектісінің жағасында техниканы жууға жол бермеу. Үшінші, судың жай-күйін әсерін бағалау. Өндірістік қажеттіліктерге ауыз су пайдаланылмайды, сонымен қатар ағынды суларға ағызу жер үсті су объектілеріне жүзеге асырылмайды. Суды ұтымды пайдаланылады. Жер үсті және жер асты суларына әсері болжанбайды. Сонымен қатар өндірістік ағынды сулардың тууы жоқ. 10-ші слайдта құрылыс монтаждау кезеңінде қалдықтарды жинау. Қалдықтар арнайы жабдықталған көліктермен шығарылып, қайта өңдеуге зарарсыздандыруға, кәдеге жаратылған немесе жоюға лицензиясы мамандандырылған ұйымдарға жеткізіледі. Қалдықтарды уақытша сақтау тек мамандандырылған орындарда, ыдыстарда, сонымен қатар алаңдарда жүзеге асырылады. Бұл қоршаған орта компоненттерінің ластануын төмендетеді немесе толығымен жояды. Қалдықтарды табиғи ортаға әсері санитарлық, эпидемиологиялық және экологиялық нормалар, сондай-ақ жобада қабылданған іс-шаралар орындалған жағдайда аз болатындығын көрсетті. Одан кейін топыраққа өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің түрлерінің популяциясының өзгеруі болжанбайды. Негізгі көші-қон жолдары жобаланатын объектіден тыс орналасқан. Жоспарланған іс-шаралар құстар мен жануарлардың көші-қон белсенділігіне әсер етпейді. Топырақ қасиеттерінің өзгеруі күтілмейді және топырақ-аралық қасиеттерді сақтайтын болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өкілдерінің генетикалық қорына әсері жоқ. Жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстары кезеңінде іргелес аумақтардың топырақ және өсімдік жамылғысына физикалық және химиялық әсер етудің маңыздылығы төмен болады. Одан кейін жобаның қоршаған ортаға кері әсерін азайту шаралары. Жобада атмосфералық ауаға теріс әсерді азайтуға немесе болдырмауға бағытталған іс-шаралар ретінде мыналар көзделеді. Құрылыс монтаждау жұмыстары кезеңінде су мен шаңды басу, қара жолдарды сумен мезгіл-мезгіл ылғалдандыру, брезентпен немесе өзге де жабдықпен көлік құралдарын шаң басатын материалдарды тасымалдау, пайдаланылған газдардың оңтайлы шығарылуын реттелген жарамды қозғалғыштарды құрылыс машиналарымен және көліктерін пайдалану. Жұмыс істеп тұрған құрылыс техникасының қозғалтқыштарын дұрыс реттеп, жанармай қалдықтарын барынша азайту, кәріз суларын жинау және арнайы ұйымдармен келісімшарт бойынша оларды қауіпсіз түрде шығару. Топыраққа жанармай материалдардың түсуіне жол бермеу үшін техниканы арнайы орындарда ғана жанармаймен толтыру және жөндеу. Жасыл желектерді негізсіз кетуге жол бермеу. Сонымен қатар құрылыс қалдықтары мен тұрмыстық қалдықтарды арнайы контейнерге жинақтау, өндірістік қалдықтарды дер кезінде шығару. Осы шараларды сақтау құрылыс монтаж жұмыстарының кезеңінде қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар нысан орналасқан ауданда және оған іргелес аумақтарда қорықтар, мұражайлар, көлік ескерткіштері жоқ. Бұл объекті үшін атмосфералық ауаның сапасына арнайы талаптар талап етілмейді. Қоршаған ортаға ықтимал әсер ету көздері бөлігінде жобалық шешімдерді талдау, қоршаған табиғи ортаға ықтимал қолайсыз әсерді азайту және болғызбау жөнінде көзделген іс-шаралар жоспарланған қызметтің қоршаған табиғи ортаның компоненттеріне әсерін бағалау мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Ұсынылған жобалық шешімдерді негізге ала отырып, жобаны іске асыру барысында көзделген табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыру кезінде қатаң өндірістік экологиялық бақылау кезеңінде жоспарланған қызметтің қоршаған табиғи ортаға теріс әсері шамалы болады және табиғи орта компоненттерінің өзін-өзі сауықтандыру қабілетінен аспайтынын, рұқсат етілген шектері және халық денсаулығына белгіленген гигиеналық нормативтер шегінде болады. Осы жобада келтірілген материалдар негізінде келесі қорытындыларды жасауға болады. Жобаланатын объектінің қоршаған ортаға әсерін кешенді бағалау нәтижесінде
тұтастай алғанда объектінің құрылысы қоршаған ортаның барлық компоненттеріне әсері болмайтын сипатталды және экожүйеге әсер етпейтін өзгерістерге әкеледі деген қорытынды жасауға болады. Тұтастай алғанда құрылыс монтаждау жұмысы кезеңінде жобаның қоршаған ортаға теріс әсерлері және құрамдас бөліктердің ешқайсысына қайтымсыз өзгерістер әкелмейді. Сонымен қатар құрылыс жұмыстары кезінде атмосфералық ауаға әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Жер асты және жер үсті суларының ластануына әсер етпейді. Құрылыс объектісінің әсер ету шегінде топыраққа әсері рұқсат етілген деп бағаланады. Сонымен қатар биологиялық жүйеге әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Бұл өсімдіктер мен жануарлар әлемінің қолданыстағы түрлік құрамының өзгеруіне әкелмейді. Сонымен қатар әлеуметтік экономикалық аспектілерге әсері жергілікті экономика үшін және жергілікті халықты жұмысқа орналастыру үшін оң деп бағаланады. Қолданылған заманауи технологияларды ескере отырып, жобаны іске асыру қоршаған ортаға әсерді минималды деңгейде болады. Қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша нысанның құрылысы елдегі экологиялық зардаптар әкелмейді. Тұтастай алғанда болжамды жұмыстар ауданындағы қоршаған ортаның әсерін бағалау, құрылыс жұмыстарының салдары ұсынылған табиғатты қорғау іс-шараларын сақтаған кезде соншалықты маңызды болмайтындығын көрсетті. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Құрметті бүгінгі қоғамдық тыңдаудың қатысушылары, баяндамашы сұрақтарыңызды жасап қойыңыздар. Қойар алдында өздеріңіз таныстырыңыздар, қандай ұйымнан келіп отырған өкілдеріңіз. Сұрақтарыңыз бар ма, баяндамашы? Сұрақ жоқ па? Онда сұрақ болмаса, Сұрақтар бар ма? Маржан. Вопросы есть у нас? Есть? Замечание, это айтылды ма? Нет, еще сейчас зачитаем. Ага. Замечание болғанда бағанда замечания, которые до этого озвучили. По проекту 24 года, почему 24 год указано. Потом Арал-Столинское бассейное объединение, замечания. Вот эти требования. По всем замечаниям мы дадим ответ вам в полном объеме. И сейчас Акырке зачитает полностью все замечания и ответы. Хорошо. И озвучить все это по протоколу, все замечания указанные. Все хорошо. басқа тағы сұрақтарыңыз бар ма, баяндамашы? Оқып жеңіз. Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасынан Қазақстан Республикасының 2025 жылы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің және қолданыстағы заңнама талаптарына сақтауға байланысты, сонымен қатар жергілікті елді мекенге дейінгі арақашықтық адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын және объектілер санитарлық қорғаныш аймақтарында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылы 10 қаңтардағы бұйрығының талаптарын сақтала отырып орналасу қажеттігін сұраған. Бұған біз бағана жауап бердік. РУ-6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің солтүстік Қараман және оңтүстік Қараман кен орындары аумағында уран өндірудің шахталарында технологиялық полигондарды қайта өңдеу кешендерін орналастыра отырып жер асты ұңғымалық сілтіздендіру көмегімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар солтүстік және оңтүстік Қараман кен орындарында уран өндіру шиелі кентінен, яғни 12 километр қашықтықта жүзеге асырылады. Әкімшілік жағынан северный солтүстік Қараман және оңтүстік Қараман өнеркәсіптік алаңы Қызылорда қаласының Қызылорда облысының Шиелі және Жаңақорған аудандарының құрамына кіреді. Және мына жерде көрсетілген 500 метрді құрайды деп жаңа айтып өткендей ситуациялық картада да көрінген. Шиелі кенті және Жаңақорған кенті, Шиелі кенті 12 километр қашықтықта орналасқан. Яғни
тұрғындардың тұратын елді мекеннен 12 километр қашықтықта жүзеге асырылады аталмыш жоба. Сонымен қатар бұл жерде Қызылорда облысының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментіне де дәл осы санитарлық қорғау аумағына байланысты айтылған. Бұл жерде жобаланатын объект үшін санитарлық қорғау аумағы шекаралары объект аумағының шекарасында белгіленеді, яғни адамның тіршілік ету ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитарлық қорғау аймақтарында қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес көгалдандыруға қажетті алаңдарды бағалау жүргізілген және есептік санитарлық қорғау алаңы жобасы әзірленеді. Сонымен қатар есептік санитарлық қорғау алаңы жобасы ведомстводан тыс сараптамаға жобалау құжаттамасының құрамында енгізілетін болады. Сонымен қатар 27/03/2017 жылы алынған санитарлық эпидемиологиялық қорытындыға сәйкес оңтүстік және солтүстік қараман кен орындарының өңдеу жобасына санитарлық қорғау аймағының мөлшері 500 метрді құрайтын заключение алынған. Одан кейін Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасынан сұрақ келген, яғни кен орнының жер қорын пайдалануға арналған тиісті рұқсат немесе келісімшарт алған жағдайда Қазақстан Республикасының жер кодексінің талаптарына сәйкес жер учаскелері жергілікті атқарушы органдарының рәсімделуі қажет екендігін білдіреді. Бұл жерде жобаланған жұмыстарға байланысты оңтүстік және солтүстік қараман орындары кен орындары үшін жер учаскесіне рұқсатнама алынған. Ол қосымша осы жобаның құжаттарына тіркелетін болады. Одан кейін Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясынан сұрағы. Яғни Қазақстан Республикасының 2020 жылы 2 қаңтардағы өсімдіктер дүниесі туралы заңның 7 бабына және 2 тармағына сәйкес жеке және заңды тұлғаларды, яғни жабайы өсетін өсімдіктерді олардың бөліктерін дериванттық жоюға және өндіруге заңсыз жинауға жол бермеу, өсімдіктер дүниесін пайдалану қағидаларын талаптарын сақтауға және өсімдіктер өсетін жерлерге теріс әсер етуге жол бермеу, табиғи өсімдіктер қауымдастығының тұтастығын бұзбауға, олардың биологиялық әр алуандығын сақталуына ықпал етуге, сонымен қатар өсімдіктер дүниесін пайдалануды жүзеге асыру кезінде өзге тұлғалардың құқықтарын бұзбауға міндеттейді. Бұл жерде де бізде жобаланатын объекті қоршаған ортаға әсерін бағалау процесінде құрылыс кезеңінде объектіні биоәртүрлілікті жоғалту қаупі жоқ екені анықталды. Сонымен қатар бөлінетін жер учаскелері өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және ауыл шаруашылығына арналмаған және де өзге де жерлерге, сондай-ақ елді мекендер жерлеріне жатпайтындығын атап өтеміз. Жер бөлу актілері белгіленген тәртіппен рәсімделген. Одан кейін су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөнінде Арал-Сырдария бассейндік инспекциясынан сұрақ келген. Қазақстан Республикасының су кодексінің 125 бабының 1 тармағы 5 тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 223 бабы 1 тармағына сәйкес, 3 тармақшасына сәйкес және Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодексінің 25 бабы және 1 тармағы 4 тармақшасына сәйкес су объектілерін су қорғау белдеулерінде пайдалы қазбаларды, яғни уранды өндіруге тыйым салынған деп. Бұл жерде 5, 4 және 1 блоктарды көрсетілген, яғни солтүстік қараман кен орнында орналасқан деп. Жобаланатын блоктан Сырдария өзеніне дейінгі қашықтық шамамен 13 километрді құрайтынын көрсетіп отыр. Бұл туралы да толық мәлімет жазбаша түрде берілетін болады. Сонымен қатар Қызылорда облысы бойынша экология департаментінің яғни экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа 2021 жылға 30 шілдеде 280 қосымшаға сәйкес ұсынылатын ықтимал әсерлер туралы есепте мынандай ақпараттар қамтылмаған деп көп бөліктерді көрсетілген, бірақ аталмыш ескертулердің барлығы жазбаша түрде берілетін болады.
барлығы осы жобаның проектісінде көрсетілген, оны қосымша замечанияларды жазбаша түрде беретін боламыз. Так, түсінікті ғой. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма да баяндамашыға? Все зачитали. Вопросов больше нет. Можем, да, закрывать? Да, вопросов нету больше. Так, онда құрметті бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Жоба бойынша ұсыныстар дегеніңіз болмаса, бүгін басқа сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын. Келіп қатысқандар үшін үлкен рахмет, уақыттарыңыз бөліп жақсы болыңыздар.